бұрын болған жоқ, қазір қаптап жүр. Бұл толстолобик, бұл ребец балығы. Ақжайығымызда бұрын соңды болмаған, қазір бар. Бүгінгі тақырып: осы балықтарды аулау заңды ма әлде заңсыз ба? Және осы балықтарды заңдастырмаған үкіметтік ұйымдарды сынайтын боламыз. Бұл балықтың шыға бастағанына 11-12 жыл болды. Қысқы қармаққа да, жазда ауласаң жазда да ренжітпейтін бұл балық қаракөз балығын артта қалдырды. Себебі бұл балық майлы, семіз әрі дәмді келеді. Бірақ асылдық айтпаймын. Бұрынғының адамдары қаракөз балығын жақсы көреді. Әрине, қаракөзге жететін балық жоқ шығар. Атыраудың қаракөз балығын шетелдер мойындаған. Ол өз алдына тақырып. Тақырыптан ауытқымаймын. Бұл балық Ақжайықтан көріне бастағанға таң қалдық, таңырқадық. Жаңа балыққа жаңа аттаға бастадық. Бұл балықтың біз атауын білмедік. Кутун дедік, жайрық пен қаракөздің шатысы дедік. Жоқ, бұл қаракөздің бір түрі дедік. Платва дедік, сыланың кішкентайы дедік. Май балық, қой балық дедік. Артынан білдік қой, ребец балық екенін. Сөйткен ребец балығының шыққанына 11-12 жылдың көлемінде уақыт болды. Бұны заңдастыратын үкіметтік ұйым ғылыми зерттеу орталығы аспанға қарап жұлдыз санап жүр ма? Не екені белгісіз, әлі заңдастырмаған. Заңдастыратын басшы Кадимов Ерболат Латипұлы барлық балықтар осы кісінің қолынан өтеді. Енді міне, бұл балық жайығымызда кеңінен таралып көбеюде. Көбейгір мен сойған 100 балықтың 90-да уылдырығы болды. Бұл дегеніміз алдағы жылдары бұл балық Ақжайығымызда қаптайды деген сөз. Жақсы, шүкір делік. Бір балық келеді, біреулері кетеді. Бірер жылдан кейін ол балықтың орнын басқа балықтар басады. Осындай құбылыстар біздің Ақжайығымызда жылдан жылға қайталанып арпалысып жатқан су асты әлемі. Табиғат өзінікін жасайды. Жайық деген жанды су, көзді қара, қанды су. Белорибица, налим, белуга, қызыл балықтың түрлері. Бұл аталған балықтар кезінде біздің жайықтан кездескен. Алайда қазір бұл балықтарды жайықтан кездестірмейсіз. Көбеюде дөң маңдай. Бұл балық біздің жайығымызды емін-еркін мекендесе де, бұл балықты біздің ғылыми зерттеу орталығы әлі балық ретінде мойындамай отыр. Қысы жазы жайығымызда емін-еркін мекендеп, уылдырығын шашып көптеп көбею жүрген бұл балықтың семіздігінде сөз жоқ. Майы жылқының жаясындай, дәмділігі анау-мынау балықты артта қалдырады. Бұл балық жайығымызда заңсыз қаңғырып жүрген көрінеді. Биыл жайықтан шортан ауламауға мораторий жарияладың. Запрет жасадың. Бұл қай сасқаның? Мынау сенде тіптен күлкілі. Туғанымыздан Ақжайығымыздың жағасында өстік. Осы уақытқа дейін бірде-бір шортан балығын кездестіріп көрмеппіз. Басқа елдер жаңа пайда болған балықты тез зерттеп атауын атап тез заңдастырады екен. Ал бізде ғылыми зерттеу орталығы әлі қалың ұйқы үстінде. Барғанымда не естіктерінде ескерту белгі, не үкіметтік ұйым екені білдіретін бір жазу жоқ. Құдды бір қаңғырған здания дерсің. Оның қасында әжетханада да белгі болады ғой. Аталған екі балықпен қатар туылған балалардың жасы 6-7 сыныпта оқиды. Олардың уже мұрттары шығып бастаған. Бірақ ерекеңе бәрібір әлі заңдастырмаған. Маған хабарласқан кейбір кәсіпқой жігіттердің айтуынша, теңізді дым жоқта, тек осы ребец дөң маңдай балығын алып келе жатқанымда бұл заңсыз деп төгіп тастаған. Әділетсіз, қатаң заң. Енді ереке, ұйықтамасайшы, жұмысыңды дұрыстап жасасайшы. Шаршадың ба, орныңдан да босатсайшы. Не факт осы балықтарды биыл заңдастырады деген. Мүмкін заңдастырар. Егер заңдастырса құба-құп, балықшылардың арманы орындалғаны. Үкіметтік ұйым болған соң жұмысыңды дұрыстап жасап, дұрыс атқару керек емес. Айтпақшы, ұмыт барады екен ғой. Сіздер мені осы екі балық туралы аулауға болады ма деп сұрадыңыздар ма? Жоқ. Бұлар заңдастырылмаған. Лимиттер жоқ. Әуес қойға да, кәсіп қойға да болмайды.